Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге торттың арасына салуға болатын қоспаның жасалу жолын көрсетемін. Ең алдымен қантқа пектенді салып, жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде пектенді қантпен араластырып алуымыз керек. Және де пектенді қалаған кондитерлік магазиннен алуға болады. Мен осы түрін қолданамын. Және де жеміс-жидекке келетін болса, қалаған жеміс-жидектеріңізді алып қолдануға болады. Мен бұл жолы клубниканы алып қолданып жатырмын. Клубниканы газде ерітіп алғаннан кейін осылай үстінен жай-жаймен пектин араласқан қантымызды салып отырамыз. Барлығында салып араластырып болғаннан кейін қайнайын деген кезінде уже таймерді қоясыздар. Тура 2 минут қайнатасыздар баяу отта. 2 минуттан артық қайнатуға болмайды, өйткені пектин өзінің қоюландыратын қасиетін жоғалтып алады. Сондықтан тура 2 минут қана қайнатыңыздар. 2 минуттан кейін барып, осылай газден аласыздар. Одан кейін осыны блендермен өткізсеңіздер де болады, блендермен өткізбесеңіздер де болады. Маған блендерден өткізген ұнайды, сондықтан блендермен жақсылап араластырып аламын. Одан кейін барып, бір тарелкаге салып, бетін пленкамен жабып, холодильникке 4-5 сағатқа салып қоям. Қазір бұл сұйық болып көрініп тұр, бірақ холодильникте тұрғаннан кейін барып қоюланады. Бұл начинканы крахмалмен жасауға да болады, бірақ та 3 күннен кейін оның начинканың суы шығып, дәмі де өзгереді. Ал пектинмен жасайтын болсаңыздар, өз қалпында тұрады, дәмі өзгермейді. Және де пектинмен жасалынған начинканы морозильникте сақтауға да болады. А крахмалмен жасалынған начинканы морозильникте сақтауға болмайды.